Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін салмасына картоп пен жусай қосылған дәмді вареники дайындайтын боламыз. Қамыры езілмейтін ерекше дәмді вареникиді сіз де дайындап көріңіз. Толық рецептін описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен қамырын елеуден бастаймыз. Ол үшін ыдысымызға бір жұмыртқаны шағып аламыз. Үстіне бөлме температурасындағы су қосамыз. Суымыз бен жұмыртқамыз бірге 250 мл болуы керек. Бір шай қасық тұз қосып, жақсылап тұзымыз ергенше араластырып аламыз. Қамырды мен осындай ұсақтағышпен илеп аламын. Қамырды қолмен илеуге де болады. Ең бастысы, ұнымыз бен қосылатын судың пропорциясын сақтасаңыздар болды. Үстіне 510 грамм ұн қосамыз. Жақсылап қатты қамырымызды илеп аламыз. Дайын қамырдың бетін жауып, жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Картоптарымыз тез пісу үшін картоптарды жіңішке етіп турап, ыдысымызға саламыз. Картоптың үстіне қайнап тұрған су құямын. Кез келген жемістерді, көкөністердің бойында өз пайдалы қасиеттерін сақтап қалу үшін қайнаған суға бірден салып пісіру керек. Үстіне тұз және лавр жапырағын салып, картоплымыз жұмсарғанша пісіріп аламыз. Картоплымыз пісіп дайын болғанша 2 орташа көлемдегі пиязды алып, ұсақтап турап аламыз. Мен жусай қосатын боламын, ерекше дәм беру үшін. Және де көк шөптің басқа түрлері, укроп, петрушка, кинза қоссаңыздар болады. Табамызды қыздырып аламыз, үстіне өсімдік майын құйып, майымыз қызғаннан кейін алдымен пиязымызды салып, жұмсарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылып болып қалған уақытта жусай салып, жусайымызды 1 минуттай қуырып аламыз. Жұмсарып піскен картоплымызды суын бөлек сүзіп аламыз. Және де осындай шанышқының көмегімен картоплымызды пюреге келтіріп, кезіп шығамыз. Алдын ала қуырып қойған пиязымызды үстіне саламыз. Және де дәміне қарай тұз, қара бұрыш және өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Картопты пісіріп алған суымды тұздағаннан кейін, маған артық тұздың қажеті болған жоқ. Дәміне қарай, егер аз болып жатса, қоссаңыздар болады. Қамырды 3 бөлікке бөліп алып, әр бөлігін бөлек-бөлек жайып, вареники түйетін боламын. Қамырды қалыңдығы 1-2 мм болатындай етіп жайып аламыз. Вареникилерімізді түйген кезде жақсы жабысу үшін ұнды көп қоспаймыз.
Жайып алған дайын қамырымызды осындай дөңгелек формамен кесіп шығамыз. Форманың диаметрі 7 см. Барлығын бір-біріне жабыспайтындай етіп тізіп орналастырып, бетін қатып қалмау үшін пакетпен жауып қоямыз. Дайын салмамызды салып, вареникімізді түйуді бастаймыз. Салмасын жарты ас қасық көлемінде салып, осылай дәл видеода көрсетілгендей шет жақтарын басып, түйіп шығамыз. Міне мен вареникидің 1/3 бөлігін түйіп алдым. Бұны қазір мен қайнаған суда пісіретін боламын. Қайнап тұрған суға бір ас қасық дәміне қарай тұз және лавр жапырағын саламыз. Суды жаймен араластыра отырып, вареникилерімізді шетінен салып отырамыз. Суымыз қайнағаннан бастап, вареникилеріміздің қамыры піскенше 5 минут көлемінде пісіріп аламыз. Вареникилеріміз бір-біріне немесе табанның астына жабыспауын қадағалап, үнемі араластырып тұрамыз. Дайын вареникилерімізді сүзіп, ыдысымызға салып аламыз. Вареникимнің қалған 3/2 бөлігін барлығын түйіп, мұздатқышта қатырып қоятын боламын. Бұл вареникидің қамыры езілмей пісетін болады. Сонымен қатар, мұздатқышқа қатырып қойсаңыздар, қамыры жарылып кетпейді. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Дайын вареникидің үстіне сары майды ертіп құямын. Сол кезде вареникилеріміз бір-біріне жабыспайды, және де сары май өте ерекше дәм береді. Қалауыңызға байланысты үстіне пиязды қуырып қоссаңыздар да өте дәмді болып шығады. Дайын вареникилерді қаймақпен, сырный соус, көкшөптің кез келген түрлерімен, өздеріңізге ұнайтын соустардың түрімен ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Пікіріңізбен, ойыңызбен комментарий бөлімінде жазып бөлісе кетіңіздер. Егер де видео ұнаған болса, каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.